Қазақстан тарихы бойынша келесі тест нұсқасын талдаймыз. Бірінші сұрақ. Мыстас дәуірінің солтүстік Қазақстан аумағынан табылған қонысы. Бұл жерде бізде Мыстас дәуірі, жалпы Мыстас дәуірі энеолит кезеңі болып табылады. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші және 2-ші мыңжылдықтар арасын қамтиды. 2-ші мыңжылдық, нақтырақ айтқанда 1800 жылға дейінгі аралықта энеолит кезеңі деп аталады. Энеолит кезеңі неолит кезеңі мен қола кезеңінің дәуірінің аралығындағы өтпелі кезең болып табылады. Солтүстік Қазақстан аумағынан табылған қонысы бізде нұсқасы, Ботай мәдениеті кейін болады. Бұл осы неолит дәуіріне жататын қоныс солтүстік Қазақстан жеріндегі ол Ботай. Келесі Пенки. Пенки бізде неолит кезеңінің солтүстік Қазақстан жеріндегі қонысы. Шебір бізде оңтүстік батыс Қазақстан аумағындағы Маңғыстау жерінде орналасқан қоныс. Алексеев бізде солтүстік Қазақстан, нақтырақ айтқанда Қостанай облысындағы қоныс болып табылады. Екінші сұрақ. Сақ қоғамында айрықша бас киімі тостағаны танымал белгісі болған топ мүшелері дейді. Бұл жерде сақ қоғамы. Жалпы сақтар біздің заманымыздан бұрын 8-ші ғасырдан біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр, яғни мыңжылдықтар арасына дейінгі 8-ші мыңжылдық деп ойлайды. Жалпы 1-ші мыңжылдықта ғасырлар кіргізіледі. Сол себепті біздің заманымыздан бұрын 8-ші ғасыр мен біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр аралығына дейінгі ерте темір дәуіріндегі өмір сүрген тайпалардың бірі бізде сақтар. Осы сақ тайпаларының айрықша бас киімі мен тостағаны танымал болғаны бізде абыздар. Жалпы сақтарда 3 топ болған. Олар бізде абыздар, ақ киімді, түстеріне байланысты бір-біріне айырмашылықтары бар. Абыздар, малшылар, егіншілер және жауынгерлер болып 3 топқа бөлінеді. Үшінші сұрақ. Шыңғысханның керейлерді басып алған жылы. Шыңғысханның шын есімі Темучин. Темучин 1206 жылы оның өзенінің бойында құрылтайда Шыңғысхан болып жарияланады. Енді Шыңғысханның керейлерді басып алған уақыты 1203 жыл болып табылады. Ал қалғандарында да ең жақын досы Жамұқамен де, яғни жалайырлармен де соғысады. Кейін Керейдің ханы Торынды да жеңеді, және Наймандарды да, сол кездегі ең мықты тайпалардың бірі Наймандарды да жеңген болатын. Яғни ол ең бірінші Моңғолия жеріндегі тайпаларды бағындырады. Кейін көрші жатқан мемлекеттерге, ірі мемлекеттерге ірі жойқын жорықтарын ұйымдастырады. Төртінші сұрақ. Сармат қоғамының сипатын анықтаңыз. Сарматтар жалпы Қазақстан территориясында ерте темір дәуірінде болсын, кейінгі темір дәуірінде сарматтар батыс Қазақстан территориясында өмір сүрген болатын. Осы сарматтардың қоғамдық сипаты бізде әскери демократиялық жағдайда орын алған болатын. Рулық болмайды, себебі ең алғашқы адамдардың топтасу жүйесі тобыр болған болатын, кешіріңіздер. Кейін тобырдан кейін ақырындап рулық жүйеге көшеді. Рулық жүйеден тайпалық жүйеге, тайпалық жүйеден ақырындап қағанат мемлекеттер қалыптасқан болатын. Бұл жердегі 4-ші сұрақтың жауабы С болады. Келесі 5-ші сұрақ. Моңғол империясының басты заңы. Жаңа моңғолдарды айттық. Жалпы Шыңғысханның құрған мемлекеті 1206 жылдан Шыңғысхан өзі 1227 жылға дейінгі 21 жыл бойы елді басқарған болатын. 21 жыл бойы елді басқарғанда 1206 жылы ол заңдар жинағын шығарады. Ол заңдар жинағы басты заңы Ясса, яғни жасақ деп аталады. Бұл бойынша жалпы әскери жүйеге 3 қанатқа бөлінеді, және әкімшілік жүйелер бойынша түмен басы, мың бас, мыңдық, жүздік, ондық болып әскери жүйелерге басқару жүйесі бойынша
осы яссы жасақ жанында жүргізілген болатын. Және мұнда ең бастысы Шыңғыс ханның нақыл сөздері, кейін мемлекетке қажетті заңдар жазылған болатын. 6-шы сұрақ. 20 ғасырдың 70-ші жылдары тоталитарлық жүйенің ұлт саясатына қатысты толқу өткен қала. Нақтырақ айтқанда, 20 ғасырдың 70-ші жылы 1979 жыл. Яғни 1900 жылдар 20 ғасыр болып табылады. 70-ші жылдары бізде тоталитарлық жүйеге, ұлт саясатына қатысты толқу өткен қала Целиноград болады, қазіргі Астана. Одан бұрын Ақмола болған болатын. Осы Целиноград қаласында тоталитарлық жүйеге толқу өткен болатын. Оның басты себебі бізде неміс автономиясын құру басталған болатын. Қазақстанның солтүстігіндегі облыстарда неміс автономиясын құру жайлы мәселе көтеріледі. Соған қарсы толқу өткен қала бізде Целиноград болады. Ал нәтижесі Целиноград қаласында жалпы неміс автономиялық жүйесі құрылмайды деген шешім қабылданған болатын. Келесі, 7-ші сұрақ. 1856 жылы Қазалы бекінісін қоршап алды. Және қоршап алған көтерілісшінің басшысын сұрайды. Ең бірінші, Сырымдатұлы бізде 73-тен 97-ге дейінгі аралықта, 1773 жылдан 97-ге дейін, 83-тен 73 жылы, 75 жылдар аралығында Емельян Пугачевтің көтерілісі болған болатын. 1783-97, яғни 14 жыл бойы бізде ең ірі көтеріліс Сырымдатұлының көтерілісі болады. Бұл бізде сұраққа 1856 жылды сұрап тұр. Бұл сәйкес келмейді. Оны сызып тастаймыз. Келесі, Жоламан Тіленшіұлының көтерілісі бізде 1856 жылы басталып, сол жылы аяқталады. Бірақ бұл жерде екінші қарайтын мәселеміз бізде Қазалы бекінісін сұрайды. Ал Жоламан Тіленшіұлының көтерілісі бізде Батыс Қазақстан территориясында болады. Бұл да сәйкес келмейді. Үшінші, Махамбет Өтемісұлы. Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлының көтерілісі ішкі ордада, Бөкей ордасында болады. Бұл көтеріліс 1836-дан 38 жылдар аралығында 2 жыл қатарынан болады. Бұл көтерілістің басшысы Махамбет Қазалыны қоршай алмайды, себебі оның көтерілісі 36-38, ал бізде 56 жылды сұрап тұр. Бұл да сәйкес келмейді. Келесі, 4-ші, Кенесары Қасымұлының көтерілісі бізде 1837-47 жылдары. Және Кенесары Қасымұлы бәріміз білеміз, қазақтың соңғы ханы 1841 жылы хан болған болатын. Бұл сұраққа сәйкес келмейді. Сұраққа жауап сәйкес келмейді. 7-ші сұрақтың жауабы сонда 1856 жылы Қазалы бекінісін қоршап алғаны Жанқожа Нұрмұхамедұлы болып табылады. 1864 жылы Ресей әскерлері басып алған бекіністер. 1864 жыл. Бізде Ұзынағаш, Тоқмақ, Пішпек сәйкес келмейді. Верный, Қапал, Ақтау мүлдем Батыс Қазақстанда. Бұл кезде бізде реформалар жүргізіліп жатқан кезең болатын. Екінші реформаға Қазақстан жерін дайындау барысында Қазақстан территориясындағы оңтүстік қалаларды басып алу мәселесі қарастырылған болатын. Ал бұл кезде Қазақстанның батысымен, яғни нақтырақ айтқанда кіші жүз бен орта жүз аймақтары Ресей империясының құрамындағы генерал-губернаторлыққа Батыс Сібір мен Орынборға кірген болады. Енді оңтүстіктегі, бұл жерде Ақтау болмайды, Ташкентті 65-те алады, бұл да сәйкес келмейді. Бұл жерде Әулие-Ата, Шымкент, Түркістан деген д вариант сәйкес келеді. Аягөз, Ақтау, бұл жерде тағы Ақтау бар, бұл Батыс Қазақстанда. Сонда 64 жылы Ресей әскерлері Әулие-Ата, қазіргі Тараз, Шымкентті және Түркістанды, жалпы қазіргі оңтүстіктегі қалаларды басып алған болатын. 1960 жылдарда Титан Магний комбинаты салынған қала. 60 жылдары Титан Магний комбинаты бізде Өскеменде салынған болатын. Өскемен қаласы жалпы 1720 жылы салынған қала болып табылады. Екі бастызда бізде ашық әдіспен көмірді өндіреді.
Келесі сұрақ, 10-шы сұрақ. Ол бізде 20-30 жылдары алғашқы жоғары оқу орындары негізінен ашылған қала. 20-30 жылдары жоғары оқу орындары, яғни университеттер ашылған қала. Әрине ол бізде Алматы қаласы. Қазіргі Әл-Фараби атындағы университет, одан кейін ең алғаш Қазақстан территориясында ашылған жоғары оқу орындардың бірі ол бізде Қыздар педагогикалық институты болған болатын. Ол институт ретінде аталады. Орынбор бізде Қазақ АКСР-ның алғашқы бірінші астанасы. Қызылорда, кейін Орынбордан Қызылордаға 1924 жылы ауыстырған болатын, ал 1920-дан 24-ге дейін Орынбор болған болатын. Семей Алашорда үкіметінің астанасы болған болатын. Орал жалпы Батыс Қазақстан территориясындағы қала. 11-ші сұрақ. Мал шаруашылығында кадрлар мәселесін шешу үшін Семей облысы не істеді? Мал шаруашылығында кадрлар мәселесін шешу үшін Семей облысы. Семей қаласы бізде 1718 жылы салынған болатын. Шығыс Қазақстандағы қала. Бұл жерде кадрлар мәселесін шешу үшін комсомол жастар бригадасын құруға шақырды. Шетелдік қазақтарға оралуға кеңес берді. Мал басын облыстар арасында бөлісуді сұрады. Мал жайылымдарын механикаландырды. Шопандар жалақысын бірнеше есе көбейтті. Бұл жерде жауабы комсомол жастар бригадасын құруды шақырған болатын. 12-ші сұрақ. 1991 жылы 21 желтоқсанда тәуелсіз мемлекеттердің жаңа ұйымын құрғандығы туралы хаттама қол қойылған қала. Бізде тәуелсіз мемлекеттерде достастығы, яғни ТМД 1991 жыл 21 желтоқсанда құрылған болатын. Оның құрылғандығы туралы хаттамаға қол қойылған қала Қазақстан территориясының оңтүстігіндегі Алматы қаласы болып табылады. Ал қарағандары бізде қарап отырсақ мемлекеттердің аттары: Түркменстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, Армения қалалары. Қалалар емес, бұлар мемлекеттер. Ал бұл жерде қала ретінде ғана аталып тұрғаны Алматы қаласы, Қазақстан. Келесі 13-ші сұрақ. 13-ші сұрақ. Бөрі қазған және тәңір қазған тұрақтардың ерекшеліктері. Бөрі қазған, тәңір қазған жалпы ежелгі Қазақстан тарихы тас дәуірінің кезеңдегі тұрақтар. Бөрі қазған, тәңір қазған ерекшеліктері ол бізде еңбек құралдары Африкадан табылған құралдармен ұқсас болып табылады. Бұл неолиттік тұраққа жатқызылмайды. 80 мың жылқы сүйегі, жалпы 70 мыңға жуық сүйегі ол бізде Ботайдан табылған болатын. Келесі түрік қағанаты екіге бөлінген мерзім дейді. Жалпы түрік қағанаты Қазақстан территориясында 552 жылдан 603 жылға дейін өмір сүрген қағанат. Енді екіге бөлінген, яғни құлаған уақыты 603 жыл, ол бізде 7-ші ғасырдың басы. Егер құрылған уақыт десе, ол 6-шы ғасырдың ортасы немесе 2-ші жартысы. Жошы ұлысына қараған жер. Жошы ұлысы Шыңғыс ханның үлкен ұлы болып табылады. Қазақстан территориясының шығыс дешті Қыпшақ аймағында құрылған болатын. 16-шы сұрақ. Ғимаратқа сән беру үшін қолданылатын шағын көзде кірпіш атауы. Сән беру үшін ғимаратқа. Бізде ол терракота болып табылады. 17-ші сұрақ. Кіші жүздің елшілері Ресейдің құрамына кіру туралы өтініш табыс ету үшін Петербургқа аттанды. Кіші жүз Әбілқайыр Қодағұлы мен Қоштайұлын аттандырады 1730 жылы. 18. Тарихи оқиғаларды сәйкестендіру мәселесі. Бұл жерде бізде ең алдыменен болады әскери коммунизм болады 1919, жаңа экономикалық саясат 20-да болады, индустрияландыру болады, кейін тың игеру 1954 жылы болады. Жу патшаның тарихи шығармасында қанлар туралы жазылған мәлімет бізде көптеген елдермен сауда байланысы. Және соңғы сұрақ, штаб Шоқан Уәлиханов туралы мәтін. Бұл жерде мәтін бойынша Уәлихановтың штабс-ротмистр шенін алуына себепкер болған оқиғаны анықтаңыз. Әрине ол Қашқар жеріне саяхаты. Осылай бізде толығымен бір нұсқа талданып аяқталды. Келесі сабақта әрі қарай сұрақтарды талдайтын боламыз.